печатать ету үшін бірінші мына плу басамыз. Сосын кодын жазамыз. Мысалға 11.22. Сосын жазғаннан кейін сарыны басамыз. Сол кезде мына жаққа товардың названиесі шығады. Мысалға сосиски. Содан кейін зат қоямыз да қызылды бассақ қағаз шығады. Қағазды былай солға қарай өз бүйтіп майыстырып тартсаңыз, сонда жақсы алынады. Енді былай тағы товар қоятын болсақ, оны қайтадан кодын жазу керек болады. Қайта код жазбас үшін мына жақта автомод деген кнопка бар. Соны бассақ, ол бір код сақталып тұра береді. Авто басылғаны мына жерден көруге болады. Мысалы, мына жақта стрелка тұр. Мысалға тағы көрсетейін. Бір рет код жазамыз. Зат қойған кезде өзі шығады. Сосын оны алып, тағы басқасын қойсаңыз, тағы да өзі шыға беретін болады.